Үш қабатты мешіттің аумағы 17.700 шаршы метр. Қабырғаларында дәстүрлі қазақ оюлармен бірге қасиетті Құран сүрелері мен Мұхаммед пайғамбардың нақылдары көрініс тапты. Құрылысқа самұрық-қазына да қолғабыс еткен. Бас қаланың туған күніне орай Қазақстанның бас мешіті есігін айқара ашты. Құдайға шүкір, міне еліміз, қазақ елі бүкіл дүниесінде танымал болды. Қазағымыздың елі мынау ОБС-ні басқарды, мынау мұсылман қауымдастығының бірлестігін басқарып, үлкен дәрежеге жетіп жатыр. Бүткіл дін басыларының барлық ұйымдастыру мақсатындағы жасалып отқан тірлігі деп айтуға болады. Бүткіл басқа да дін басылар, басқа христиан діндердің барлығының басының ұйымдастыру үшін бұл мешіт үлкен мән береді деп ойлаймын. Рухани байлығымыз мол болсын, деніміз сау болсын, әрдайым халқымыз тыныштықта, бірлікте, тірлікте болсын. Орта Азиядағы ең ірі Алла үйінің тұсаукесеріне елбасы қатысты. Мешітті шығыстың ұлы ойшыл ақыны Ахмет Ясауи құрметіне Әзірет Сұлтан деп атауда президенттің өзі ұсынған болатын. Мемлекет басшысының пікірінше, елордадағы аса көрікті сәулет нысаны халқымыздың бірлігі мен рухани байлығын паш етеді. Көпұлтты халықпыз. 70%-тен артық елдің мұсылмандар. Оның ішінде қазақта бар, басқаларда бар. Сол барлық мұсылмандарға деген үлкен тарту. Қай діннің мерекесі болмасын, бүкіл халық болып тойлап келе жатырмыз. Басқа діндердің азаматтары да бұл мерекемізді қолдайды деп санаймын. Астана мерекесінің қасиетті жұма күнімен тұспа-тұс келуі де жақсылықтың нышаны. Қазір Әзірет Сұлтан мешітінде Рамазан айын қарсы алуға дайындық қолға алынған. Мерекелік намаз кезінде бұл иман ордасы 10 000 адамды бірдей қабылдай алады.